Қоңыр ананың қоныс аударуы. Шежірек оласаң, қызық бір оқиғаға тап келесің. Кіші жүздің ішіндегі әлім, әлімнің ішіндегі шектіден тарайтын кішкене деген ру бар. Сол руға байланысты ел ішінде мынадай бір әңгіме бар. Кішкене деген кісінің аты. Мінезі ұрда-жықтау болса керек, ағаларымен ренжіскен бе, әйтеуір әлде бір жағдайлармен өз елінен кетіп, 6 айшылық алыста арқа жақтағы бір байдың жылқысын бағады. Кішкене жылқы соңынан ере беретін жай жылқышы емес, табиғаттың тамырын ұстап, ай мен жылдың ауа райын тап басып айтатын сұңғыла қазақ екен. Бір жолы ол басқа жылқышыларға: «Биыл қыс қатты болғалы тұр, жұт болып мал қырылуы мүмкін» дейді. Оның сөзін басқалары елемейді. Шынымен сол жылы жұт болып мал қырылады. Ал ол кезде кішкене үйір жылқысын айдап басқа жаққа кетіп қалған екен. Бар малынан айырылған бай: «Кішкене қалған жылқыларымды аман есен алып келсе, қызымды соған берер едім» дейді. Көктем шығып, күн жылынғанда кішкене үйір жылқыны шырқыратып аман есен айдап келеді. Бай уәдесінде тұрып, кішкенеге Қоңыр деген қызын береді. Сөйтіп, қайын жұртынан отау шыққан кішкененің тұңғышы да дүниеге келеді. Оның қыздың әжесі, яғни байдың шешесі, бауырына салып алады. Ол үйсін Сары кемпірдің баласы болып, кейін Сары үйсін атанып кетеді. Жыл артынан жыл өтіп, екінші баласы дүниеге келеді. Ол өз қолдарында болады. Аты Жиеней. Біреулер азан шақырып қойған аты сол десе, енді біреулері нағашылары Жиен, «Әй Жиен, Жиеней» деп атап жүріп, Жиеней атанып кеткен дейді. Күндер өтіп айға, айлар өтіп жылға ұласады. Бір күні келіншегі Қоңыр аяқ астынан кішкенеге: «Біз сенің еліңе көшейік» дейді. «Мен олармен араздасып кеткем, қайырылмаймын деп кеткем» дейді күйеуі. Сонда Қоңыр: «Ей кішкене, мен келін болып сәлем салып, ас қайырарда табақ алып, үлкендерден бата алайын да, төркінімде жүріп кімге сәлем салам? Сәлем салмасам, табақ алмасам, ата-енеме қызмет қылмасам, кім маған бақытты бол қарағым, Алла ғұмыр берсін, бала шағаңның қызығын көр шырағым» деп бата береді дейді. Жеңге келіндері рулы елдің батасын алып жатқанына қызға қараған ол осылайша күйеуіне қолқа салады. Сонымен не керек? Кішкене үй ішінен сырға қарай көшеді. Қоңырдың әкесі қызымның жасауы деп алдына үйірлі жылқы, қоралы қой салып береді. Жылжи көшкенде жол жарымсыз таусыла бермейтін алыс жолда Қоңыр үшінші баласын босанып, оның атын Жолшара қояды. Арада көп жылдар өтіп, үйлі боранды болып оралған еліне жақындағанда кішкене Қоңырды бүкіл малымен бір жерге дамылдата тұрып, өзі ауылына кетеді. Мінекей, қоралы қойын лықсытып, үйірлі жылқысын бықсытып, Қоңыр қос тіккен сол жер кейін Бай Қоңырдың жері, Бай Қоңыр атанып кеткен дейді. Кішкене еліне келгеннен кейін Құрманай, Құттық, Асан, Үсен деген ұлдар дүниеге келеді. Қазір олардың ұрпақтары Қызылорданың Қазалы өңірін мекендейді екен. Осы адаматтары қазір ру атына айналған, яғни 6 кішкене деп атайды. Кішкенеден тараған Жиенай, Жолшара, Құрманай, Құттық, Асан, Үсен деп 6 ата. Әрине, бұл ұзақ хикая. Ел ішіндегі әңгіме болған соң, біреуге жетпей, біреуге артық айтуы да заңды. Бізде соның біріміз. Айтпағымыз, батаға ынтық болған әжелеріміздің
бір мысалы ретінде қоңыр ананың қоныс аударуы себеп еді деп әңгімесін аяқтапты жазушы.